Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйдегі бар затпен жасалынатын және таразыны қажет етпейтін жұмсақ рогалики жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жарты стакан жылы су, жарты стакан жылы сүт және де 100 грамдай еріген сары майымызды саламыз. Содан соң 4-5 ас қасық қант және де жарты чайный ложка тұзымызды 1 чайный ложка дрожж салып араластырамыз. Содан соң ыдысымызға кезекпен ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Сіздер қамырларыңыз жұмсақ болғанша ұнды қажетінше қосып отырып илейсіздер. Біздің дайын болған қамырымыз осылай жұмсақ болып шығады. Бетін жауып, жылы жерге бір 40-45 минутқа қойып аламыз. Қамырымыз көтерілгеннен соң оны алып екіге бөлеміз және де бетін тағы да 15 минутқа жауып көтерілуге қойып қоямыз. Содан соң дайын болған қамырымызды алып, қатты жұқа етпей жайып аламыз. Қыздар, менде ол кезде камерам қосылмай қалыпты, ол жерлері түспей қалыпты. Жайылған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Арасына өз қалауларыңызша сгущенка, варенка немесе қоюлатылған варенье қоссаңыздар болады. Мен үйдегі бар заттармен май жағып қант қостым. Осының өзінде жұмсақ тәп-тәтті болып шықты. Барлығын осылай орап дайындап алғаннан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Дайын болған рогаликиларымызды қызып тұрған пеште 200-220 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің рогаликиларымыз осылай көтеріліп, жұмсақ болып шығады. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.